Сәлем тыңдарман, шіркін лайф бағдарламасы естеріңізде ме? Бүгінгі видео шығарылым қазақстандық тележоба шіркін лайф жайлы болмақ. Достар, каналға тіркеліп видеоға лайк басып кетіңдер. Сонымен шіркін лайф қазақстандық 2011-2013 жылдардағы еларна арнасында көрсетілген Қазақстанның әншілері мен актерлері қатысқан реалити шоу тележоба. Продюсер Толқын Сейдуллақызы, ал жүргізушілері Асхат Садырбай, Маржан Сұлтанбай. Жоба иелерінің айтуынша, бағдарламаның басты мақсаты Қазақстанның спорт және туризм саласын жастар арасында кеңінен насихаттау. Шіркін лайф тележобасы 3 сезоннан өткізілді. Бірінші шіркін лайф ауылда, шіркін лайф әскерде, шіркін лайф бурабайда. Реалити шоуға кез келген өнерпаз немесе танымал тұлға қатыса алмайды. Қатысушыларға қойылған талаптар: ол қазақ тілінде еркін сөйлей білу керек, ол рейтингі бар, халыққа қызық адам болу керек және жобаның барлық шарттарына төзе біліп, бағдарлама барынша атсалыса білуі керек. Және жобаға 12 адам қатысу қажет болды. 6 қыз, 6 ер адам болу қажет. Олар 2 командаға бөлінді. Тапсырмалар командаға ортақ берілді. Сондықтан бұл тұста әрбір қатысушы тапсырманы орындауы барысында өз командасына мықтылық, тапқырлық таныта білуі керек. Әрбір жетістік командаға ұпай сыйлап, әрбір кемшілік команданы артқа тартып, жеңіске ұшыратады. Жобаның ережесіне сәйкес қатысушылардың күнделікті тыныс-тіршілігі, олардың айналасындағы адамдармен қарым-қатынасы жүргізушілер бақылап отыратын болды. Сонымен бірінші жоба Алматы облысы Үмбетәлі ауылында өтті. Онда өнер жұлдыздары 10 күн бойы байланыс аясынан тыс жерде өмір сүрді. Бұл жобаға Бейбіт Қорған, Ақылбек Шеменей, Асыл Беделхан, Айкерім Қалаубаева, Алмас Кішкенбаев, Динара Қырықбаева, Нұржан Керменбаев, Салтанат Бақаева қатысты. Бұл жобада өнер жұлдыздары сиыр сауып, нан пісіріп, қой қырықты, шөп шапты, жүн түтіп, ұршық иірді. Келесі екінші жобада Бауыржан Нұрымбетов, Жадыра Исабекова, Әлқасым Есентаев, Айгүл Үсенбаева, Индира Расылхан, Ғадылбек Жаңай, Жұлдызай Дүйсенбиева, Алтынбек Тәшімбетов, Әсем Жакетова, Нұрмұхамед Нүсіпқожанов, Нұрхан Қадырбаев, Бақыт Кенеева қатысқан болатын. Ал шіркін лайф 3 бурабайда тележобасы Ақмола облысының Щучинск қаласындағы Балдәурен оқу-сауықтыру орталығында өткізілді. Бұл маусым алдыңғы 2 бөлімге қарағанда түрлі жаңалықтармен ерекшеленді. Қатысушылар саны 12 адам болса, тапсырмалар саны 14. Олардың барлығы спорттық ойындар мен арнайы түрлі сайыстар негізделген. Бұл жобада Нұрлан Испанов, Медет Көжекбаев, Назгүл Қарабалина, Ринат Баситов, Диана Қырықбай, Еркебұлан Шыналиев, Айдын Үсіпбаева, Разбек Аташ, Еркін Мәулен, Айжан Нүсіпова, Бақтыбай Қисықов, Гүлмира Ахметова, Талғат Жорабаев, Диана Сәдуақасова қатысқан болатын. Сонымен достар, шіркін лайф тележобасы сіздерге қандай қызықты оқиғасымен есте қалды? Комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Каналға тіркеліп және лайк басып кетіңіздер.